Бәріне сәлем достар, мен бүгін сіздерге Алматы қаласындағы форум торговый центрге обзор жасайтын боламын. Мен бірге болыңыздар. Алматы қаласының көрікті жерлерін бірге саяхаттайық. Сонымен бүгін Алматының әдемі жері форум. Міне бұл форумға баратын жол. Алматыда қазір көктем мезгілі. Жан-жақтың бәрі жасыл, өте әдемі болып тұр. Мына жерін что-то ұзақ жүріппін, жарайды, жүре берейін. Ары қарай кеттік. Мынау Тимирязев көшесі, мынау форум торговый центр. Соның ішін сіздерге қазір әдемі болып көрсететін боламын. Мынау қасында тұрған качелялар өте әдемі салынған. Үлкен адамдар да отыра береді бұл жерге. Міне біз жақындадық. Мынау Баханди бургер сататын. Мына қыздар кетіп баратыр. Ладно, кете берсін. Бахандимен прямой жүрсек, алдымыздан торговый центр. Негізі өте үлкен. Алматы қаласындағы 5 этажды торговый центр. Мына жерде жазда су бұрқақтар, фонтандар болады. Жазда келсең өте әдемі. Бұл Алматы вайп, өте әдемі. Ары қарай жүре берсек, мынау мен көптен бері блог түсірем деп енді түсіріп бастаған. Естелік болып қалсын деп түсіріп жатырмын. Алматы өте әдемі қала. Міне биыл барыс жылына байланысты барыс қойыпты. Сонымен қатар бұл жерде мықты ресторандар бар, Фрианс деген. Сонымен қатар мына жерде локациялар өте әдемі, фотозоналар өте көп. Келіп фотосессия жасағанға өте керемет. Мынау мен полный рост түсіп алдым. Айнадан өзімді көріп тамсанып тұрман дегендей ол. Кеттік. Олай болса, торговый центр, кофе бум тұр екен мына жерде. Міне локация өте әдемі. Блогерлердің көпшілігі осы жерге келіп вайндарын түсіріп атады. Сонымен кірейік. Бұл осылай кірген кезде сізге 3-ші этажға бірден кіре аласыз. Бұл жерде мына 2 түрлі лифт бар. Мына бірден 3-тен 5-ші этажға көтеріледі. Ал прямой жүрсеңіз 3-ші этажға бірден шығасыз. Бұл негізі 5 этажды развлекательный, торговый развлекательный центр форум. Іші өте кең, адам аз. Бағалары қолжетімді. Мен бұл жақта әр нәрсені айтып келе жатырмын, бірақ сыртынан дыбыстайым деп шештім. Әр нәрсені көрген ұнайды негізі. Бұл жерде массажный креслолардың бағасы тұр. 3-ші этажда бар екен. Ары қарай кеттік. Бұл 3-ші этажы. Сонымен қатар мына жерде қараңыздар. Шахмат, шашка ойнайтын болсаңыздар, әр этажда осындай тақтайшалармен үлкен көлемдегі шашкалар орналастырылған. Қыздар жатыр. Жалпы іші өте кең. Торговый центрда адам аз болады всегда. Сонымен қатар бұның ішінде H&M бар. Ұлдарыңызды ойнататын болсаңыз, мына жерге H&M-нің ұнайды. Немерелеріңізді.
Бұл бірінші этаж. Эскалатордың қасында мынадай өзі жүретін ойыншықтар толып тұр екен. Бағасын қазір көреміз. Балдар прокатқа алмақшы. Кнопкамен жүретін машинаның жаңа түрі. Бағасы 5 минуты 500 теңге, 10 минуты 900 теңге екен. Сонымен қатар пианиналар бар. Мына жерде де нелер бар екен. Шахмат доскалары, сонымен қатар теннис ойнасаңыз болады. Бұл бірінші этажы. Технодом бар. Маған бұл торговый центрдің негізі ұнайтын жағы зелень көп. Неше түрлі ағаштар өсіп тұрады. Косметиканың несі бар. Жалпы іші өте кең, мол, жақсы жасалған. Немесе. Бана бұл бірінші этажға шыққанда мынандай машиналарды да немерелеріңізге, бала шағаңызды ойнатсаңыз болады. Сонымен қатар Уайкикидің қасында Манго, Глория Джинс, Уайкики барлығы бар бұл жерде. Басқа торговый центр кезетінің бәрі бар. Мынау торговый центр форумның макеті. Макетте барлығы бейнеленген. Бұл мегадан 2 есе даже 3 есе үлкен торговый центр. Мынау тұрғаны ЖКлар. Сонымен қатар мен бұның негізі 5-ші этажында білдіріп болады. Бұл торговый центрдің ерекшелігі өте ағаштар, бұтақтар өте көп. Басқа торговый центрде бұндар аз. Лифтмен көтерілеміз. Орманға жүрген сияқтысың, ішінің бәрі ағаш. Толған. 5-ші этажға көтерілеміз. 5-ші этажда барлығы бар. Көбінесе мен тамақ ішейін деп 5-ші этажға шыққан болатынмын. Сөйтсем қазір ораза екен. Сосын айнып қалдым. Есіме түсті. Ораза екенім. Бұл жерде кинотеатр бар. Сосын балаларды ойнататын жер. Основной тамақтанатын орындардың барлығы осы жерде. Мынау ерекшелігі осы торговый центрдің. Айнадан су ағып тұр. Интерьері басқаша, европейский стильде жасалған. Мына өзіміздің KFC отыратын орындар өте көп. Мынау лифт. Балконға шығып отырсаңыз да болады, күн жылыда. Мына жерде кинопарк. Әртүрлі мороженалар, бургер кинг, жаныңа қалаудың бәрі бар. Аспан деген мына жерде торгово-развлекательный центр бар. Кішкентай балдарды ойнататын жерлер. Келсеңіз болады. Келгендегі мақсатым осы этаждың бәрін көріп шығу болды, бірақ мен бұл талай рет келіп болғам. Сонда да. Іші кең, мол. Әдемі жерде бәрін түсірдім деп ойлаймын. Форумның бір күшті жер ұнағаны бар. Қазір айтамын. Міне ең ерекше жер Тапчан. Тапчан центрі города деген ба. Мынандай күшті видпен, Алматының ең әдемі жерінде осындай видпен Тапчанда ұйықтап аласыз.
Керемет емес па? Иә. Басқа ешқандай торговый центрін көрмедім. Барасын, бос орынға жатып, ұйықтап алуға да болады. Қолың бос болса. Сосын қайттан торговый центр аралап, тамақ ішіп жүре бересің. Бұдан артық не керек өмірде? Дубайдағы Jumeirah Beach болып жатыр ғой. Алматы Vibe. Ауылдағы тапчан. Бұл жерде қиялданып мен жатырмын. Ойыма тура келгенді. Сөйтсем тура мен сияқты мына жақта қыздар да жатыр, мына жақта бір орыс біреу жатыр. Ұйықтап жатыр. Мен для блога просто жатып көрдім. Менде уақыт жоқ деген бәрі кетті маған. Негізі ше, Турцияда бұндайлар көрмедік. Біз барған жерлерде бұндай болмақшы. Шешім. Мына жерде әдемі екен. Жатасың кайф. Ұйықтап алуға. Кітабымда келіп жатсам да болады. Ары қарай кеттік. Солай. Жүре берсең көре бересің. Ағаштар кәдімгі өсіп қалған, өте күшті. Орындық іздеп шаршамайсыз, орындықтар өте көп орналасқан. Сонымен астыңғы этажға түсейін деп шештім. Эскалатормен астына түсеміз. Бұл жерде не бар? Бұл жерде міне адамның өмірге пайда болу жолының 9 айлығын әдемілеп көрсетіп қойған екен. Ана денсаулығы деп, өмірдің пайда болуы деп, әр этапта, әр айда баланың әр түрлі өмірдің басталуы дейді, әр түрлі жеміске ұқсатып қойған екен. Ең соңғысы қызық болды. 9 айлықта бір арбуз тәрізді болады екен, 3,5 грамм, 50 сантиметр болады екен примерно. Бәрін оқыдым, көрдім, нормально. Сонымен мен мыналарды көріп шықтым. Ташкент, Истанбул, Душанбе, Москва, Доха, Дубай, Нұр-Сұлтан. Короче, сондай. Ары қарай кеттік. Қазір 1 минут күтіп тұр, мен мынаны бітіріп алайын. Жүрсең көре бересің. Мына жерде қолөнер бұйымдары бар. Мына апа түсіріп атсам, орыс апа түсірме деп, как будто. Ладно деп, өзіміздің ұлттық бұйымдарды түсіруге кеттім. Өте әдемі. Қазақша қазір ұлттық әшекейлер бар екен. Кремдер де тұр. Ең ұнайтыны маған мына жерде ыдыс аяқтың бутигі. Өте әдемі. Прям көзің жауын алады бар ғой. Mia Home деген бутик. Барлық сервировканы жасап қойған. Өте әдемі. Қарандар, қандай керемет. Қонақ шақырсаң, осының бәрін қойсаң өте керемет шығады. Гүлдердің де сан алуан түрі бар екен.
осының ішін қарап көріп жақсыны көрмекке деп. Мынау американский кинодағы нелер ғой, свечалар. Байлық шақыратын аттар, везение. Қазіргі психология бойынша айтып отырмын ғой. Гүлдің неше түрі бар екен. Для красоты. Ыдыстың неше атасы бар. 68 мың дейді. Каструля, анау-мынау. Табақтардың түр-түрі. Салмағы ауыр екен. Ары қарай көреміз, іздейміз. Бұл жерде еще мынандай әдемі сервировканы подаркке алып кетсеңіз болады. Қараңызшы, өте сұлу, әдемі. Негізі әдемі ыдыс-аяқты қолдансаң, байлықта өзі келеді. Байлардың елінде бәрі осындай болады, сондықтан бай, әдемі заттарды алуға тырысыңыз. Мен жақсы көретін ыдыстар. Мына ыдыстар көздің жауын алады. Прям визуализация жасаңыздар, көрген адамдар. Қараңыздар, қандай сұлу. Осыншама Құдай бізге осынша әдемілікті беріп қойған. Керемет, я. Наңарай наборлар. Қонақ шақырғанда үйінде әртүрлі наборлар. Бәрін алып қойсаң. Өте әдемі екен. Қазір заманауи стильдегі жасыл түстісі өте нежный, өте әдемі көрінеді екен. Қарыңыз, әдемі, сұлу. Болды, ары қарай мен үйге қайтам деп ойладым. Главный жерлерін бәрін көрсеттім. Егерде Алматыға жол түсіп келетін болсаңыздар, осы торговый центрға міндетті түрде келіп, көріп, демалып қайтсаңыздар болады. Мен қазір Сейфуллина жағынан шығып жатырмын. Мына жақтың бәрі ЖК-лар. Әр тілде амандасу жазып қойған. Welcome, bonjour. Әр елдің несімен. Ласково просим дейді. Форум торговый центрінің көргендеріңіз осы. Мынау Сейфуллина, ар жағы Тимирязева. Жатырмын, үйге болып, шықшадым, көрдім, көретін сен бәрін. Енді ертең басқа жаққа барып түсірем деп шештім. Әр күні әр түрлі торговый центрларды түсірем. Алматының ең көрікті жерлерін түсіруге тырысамын. Осылай блогер болатын шығармыз. YouTube бастаған былтыр, бірақ тоқтатпай жүргізу керек екен да. Мен оны тоқтатып қойдым, енді қайтадан қолға алсам ба деп жатырмын.